Бауырлар, иман ол әлсіреп тұрады, ол күшейіп тұрады. Иманның нұры сөніп тұрады, немесе иманның нұры өршіп, дамып тұрады. Бұған біздің амалымыз себепкер болады. Бірақ жоғарыдағы 6 белгіні ұмытпай жүріңіз. Сол белгілер сізден табылса біліңіз, сіздің иманыңыз түсіп бара жатыр. Тоқтап, ойланыңыз, арқаға қараңыз, алдыңызда не күтіп тұр? Сол жәннатқа қарай ма, дозаққа қарай ма, қайда бара жатқаныңызды есептеңіз. Омар халифа айтқандай, мына дүниеде есеп қисап қыл, арғы дүниенің есеп қисабы жеңіл болсын десең дейді. Сол үшін бауырлар, ұзын сөздің тобықтай бір түйіні, иманыңыз қолыңыздағы шоғыңыз. Пайғамбарымыз айтқандай, қиямет қайым жақындағанда мұсылман адамдар шоқты алақанына қысып ұстағандай иманын зорға сақтап жүретін кез келеді дейді. Міне сол кездер осы бір кездер. Алла нені алса да иманымыздан айырмасын.